Kuka. Ау. Жоқ, пішін болмаған айдалады. Ұлық болады екенбіз де. Соң айтам kan, бостан-босқа далада үсіпті. Жоқ, пішін. Тым өзгермеген екенсің бар ғой. Қойшы kan. 10 жыл көрмей адам осы ойды. 1 жыл бар кетсе көрмеймін. Енді бір талай оның өзін ал дейді. Сенде не үшін мына жақта? Егіріп жүр дейсің бе? Сені іздеп келдік те. Бізді қойшы, өзің істеу үшін айдалада. Мен бе? Маған 1 жылды көшіп келгеніме. Малымды бәрін әкеліп осы жақта күн көріп отырмын мен. Базар жоқ. Адам ескертіп айтпайсың да, кетіп баратырмын, көшіп баратырмын. Ауылда kan табылмай жүр ғой сен айқайласып қырылып қайда кетті, пішен қайда деп. Айтып кеттің ғой. Кім айтып кеттің? Алжарға? Жоқ. Айтатын адам тапқан екенсің бар ғой. Сендерге айтқан жоқ па не? Үйірмей алды ол айтып. Сотталып кетті ол білесің бе? Қойш, не үшін? Біліп жүр бауыр, бар құтай ауыл, қыздары сұлу қылықты, ұлдары дауыл. Дұрыс сөзі қан, мінезбен жыққан, негізі мықтының бәрі ауылдан шыққан. Жүрватқан әнді тыңда, қызыққа толы біздің әлем, сағыздық атмосфера мұнда. Тыңда, жүрватқан әнді тыңда, қызыққа толы біздің әлем. Ассалаумалейкум, братан. Алейкум ассалам. Алатсың ба? Что там, не үшін еді? Братан, конкретно бір движение бар еді, тыйым көтеріп дейтін. Жасап тастамадық па? Не движение ол? Короче, бір лок дүкен ашқан. Ну? Соңғы тыйымға отырғызып тек, братан. Тірекош терпетет жүрме, терпетет етпейді, братан, қорқпаш, конкретно. Өзінде алып берем, терпетет етсе. Жеш, братан, сөйісіп тек, жеш. Давай. Солай де. Нема? Қалған балдар қайда? Жапу ернар ауылда ма? Олар дейтін. Алматыда КВМ ойындады, суперкубок. Соған дайындалып қалған балдар ол. Що барасың ба өзім жүр кеттік. Қой жоқ, мен бармайым. Бала дейсің бе мен КВМ ойнайтын. Іш болыңдар ма? Кетіп жүр. Базар жоқ, сега алман ол, баяғы. Дерскіді. Әлі осындай сен баяғы құттай күн туған күнді әкеп береді, осындай кассетмен береді. Әлі бар де, базар жоқ кәдімгі. Дерскі екен ол. Пішен жалғыз тұрасың ба сен? Әйелің бар емес пе, әйелің қайда? Қуып жүргенім төркініне. Неге? Басты кетіреді, сигадан отып. Құма сен сол үшін қуып жүрдің бе дейді? Да. Сүйіңіздің бе? Енді сен ке. Атып өттің бізді қуып жүрген. Атылы ойна. Братан, кеше нормально тыйым көтеріп тастады, Да, айтпаш, ё-моё. Братан, отырмадық қой енді. Что там, қаяққа барамыз? Өзім фитяққа ма, или депоға ма, тағы бір күрк кетпедік па депоны бар. Тірекош саған чөт кешегі аз болған сияқты ғой, да? Братан, саған қарасам кеше көп болған сияқты көзің от болыпты, от. Саған қарасам вообще туыспеген сияқтысың ғой. Братан, конкрет маған күлме бар ғой. Мен кеше толпадан төртеуін тастап Қойш. ол ештеңе емес. Олар қашпағаны мен тағы төртеуін тастап беремін. Базар жоқ, Тірекош сенде доқтайтын ұрып тұр кәдімгідей. Братан, конечно. Опа. Дипоның китайский бандиттер жүр ғой. Стойшын ана. Че, проблема бар ма не? Проблеманың бәрі сенде сияқты ғой. Короче, бүйтіңдер. Қалғандардың басыңдарда үшеуін қалыңдар. 3 кеш жасаттай қой жерде. 3 кеш жасайтын ба? Ну? Уверенсің ба 3 кеш жасайтынымызға? Не от сен конкрет толпамен шешкін келіп тұрмын ба не? Қаз. Қараш балдарыңа. Тірекош. Что там? Жерде бөлігей, екі жүз
Пішін. Серьезно, точно бармайсың ба? Қалай барам? Үйдегі шаруа бар, қырғын мал бар. Бұл малдың бәрін кім қарайды? Жүрейін сол көбіне ойнап. Пішін сонда сен осы мал үшін бармай қалған тұрсың ба не? Орнына мал бағатын адам тұрса барасың ба? Жақсы барайын. Бірақ мына қырғын малдың бәрін бағатын адам таба ала ма? Орныңа ма? Орныңа? Менде бір идея бар, короче. Сен сұрамайды ма жерде? Как күтетіңдер? Что там, братан? Не болды саған, не? Ұрып кеткен ма? Күтесіз, братан, балдырақ хабарласаң, братан, сөйлесеңіз, күтесіз, братан. Тоқташы, братан, сөйлесейікші, братан. Телефон соғалды. Басындашы ба екеуі. Мен чек болды бағылды. Походу. Соқшы балдар. Қайда балдар? Жинашы балдар. Алло, қалай жағдай, брат? Қуанышпын ғой? Қуаныш, қайдасыңдар? Телефондарың өшіп ат, кешеден бері звондадым, амансыңдар ма? Амансың оны, брат. Бір жағдай болып қалды, короче. Не болды? Кеше Азамат екеуміз машинамен келе жатсақ, жолдың бойынан аппақ көйлек киген қыз атып шықты алдымыздан. Шошып кетіп Азаматқа тоқта деп едім, Азамат машинаны бұрып қалып еді. Машинамен аударып қалдық, прикинь. Оказывается, ол түс болып шықты артынан. Сосын бәріміз... Мен сендерге пішөнді іздеп жіберген жоқпын ба? Не айтып отырсың сен? Таптыңдар ма пішөнді? Таптыңдар ма болғанда жоқ, брат, ол бізді тауып алды ғой, үшім. Кеше пішен далаға шыққан ғой, қой іздеп. Жоқ, не ма? Қуаныш, сен басыңа бас киінбей жүрсің бе? Иә, не болды, брат? Что-то басыңа салқын тиіп қалған сияқты, миың істемей тұр ма бірдеңе ғой? Қой, братан, құрсын. Нормально, бар ғой, бас киім өтті, бірақ прикол. Сендер бейтіндер ана пішөнді алыңдар да тездетіп ауылға қайтыңдар. Сценарий әлі ештеңе жазылған жоқ, ештеңе дайын емес, походу. Пішен келе алмайым дейді, брат. Короче, кілең, сиыр, қой, мына жақта малдары бар екен. Соны тастап кететін адам тауылмай тұр орнына. Если адам тауып алсаңдар, барам деп тұр көбенге. Мен қайдан табамын енді? Білмеймін, енді, брат, бір ауылдан іздеп көрсеңіздерші, бір мал бағатын адамдар болса, сұрастырып, анан-мынан. Сендер қатырасыңдар, ема. Мен сендерге дейтін пішөнді іздеп тауып алыңдар десем, сендер проблема іздеп тауып жүрсіңдер ғой кәдімгідей. Жақсы бірдеңе қылармыз, сендер ана пішөнді алып, самоганный ауылға келе беріңдерші пока что. Все. Ой, тез келіп қалдыңдар ғой, Уағалейкумассалам. Уағалейкумассалам. Кінәларыңды мойындаған болып тұрсыңдар онда да?
сезініп тұрсыңдар ғой кінә екенін білесіңдер ғой да кінә кешірші тағы да неме Неме? Қайсың жыртылып жатыр едіңдер ғой мен сен үшін не істеймін братан мен сен үшін ананы істеймін ба бір любойын істеймін ғой деп қайсың ал сөйтіп не істейік брат үй жанып тұрайық па жуып тұрайық па сен жәпеуге емеспін ғой үй жинап үйісіп тұрады нормально ғой короче сөндірші мені тыңда сен короче жақсы жаңалық бар пішен тауылыпты қойшы мына жақта короче бір ауылда мал бағып жүр екен да енді бір носы бар енді пішеннің орнына мал бағатын адам табуымыз керек аны алып кету үшін оны қайдан табамыз енді сол сендерді не үшін шақырды короче былай егер де пішеннің орнына мал бағатын адам тауып алсаңдар сендерді кешірдім мен все болды брат табамыз ғой уже бағып тұр ғой брат сумаңдамашы болды кімге қарасақ қой кезекке шығып жүрді ғой ақшасына мал нұртілек бар ғой номері бар ма тыңда жүріп жатқан әнді тыңда қызыққа толы біздің әлем сағыздық атмосфера мұнда Алло, Алжар, қалай жүрді, жақсың ба? Алжар, не ғой ана жақында түрмеден шығатын малшы жоқ ба? Жақсы. Саламалейкум, брат, ақшасына мал бағасың ба? Уағалейкум. Ассалаумалейкум, брат. Уағалейкум. Брат, мал бағатын адам келеді, бақып бересің ба? Жоқ. Бақып берсейші? Жоқ, бақыр. 15 шақты күн тек болды. Жоқ. Ассалаумалейкум, ба. Уағалейкум Ақшасына ассалам. мал бағасыз ба? Жоқ, өзімде мал көп, қол тимейді. Ассалаумалейкум, брат. Мал бағатын жылан жоқ па? Мал? Мал бар. Қаяқтағы мал қумашы. Брат, нормально ғой? Брат, бізге малшы керек болып тұр. Братан, сен бізге малшы боласың ба? Хей, братан, сенің ішің пысып жүр ме? Оны саған менің керемет ұсынысым бар. Саған ақшаны төбегінен жаудыртатын жұмысымыз бар. Ол бізге малшы болуың керек. Хей, бауырым, ойлан. Мен 2 рет қайталамаймын. Я. Қайырлы құрметті достар. Хей, жақсым, бізге малшы керек. Ақшаңды төбеңнен жаудыртамыз. Ойлан, мен 2 рет қайталамаймын. Хей, бауырым, ойлан. Я. Таптыңдар ма? Бәріне бар шықты, ешкім келіспейді. Қой кәм, бәріне барып шықтыңдар ма? Бүкіл ауылға? Бүкіл ауылға, бәріне бар шықты. Қойшы кәм, әкімге дейін бардыңдар ма не? Мен бардым. Әкім барылмайым дейді. Районға етем ма өрнеге. Че там мен не істейміз? Пішен братсыз барсақ болмайды да. Пішен дейтін обязательно керек деді ғой, міндетті түрде бару керек оған. Бірақ. Жандос, сен кішкене бізге қарағанда мал сақсың ғой. Кішкентай кезінде мал бақтың, кішкене икемің бар. Біз үшін, команда үшін, пішен үшін. Сен қалсайшы мал бағуға? Мен барғым келді Алматыға. Көп болды бармаған. Барып ойнап қайтайын мен. Дамер қалсын онда. Басыңа орамай, мен дейді тамады емеспін мен. Как раз жақсы ғой, тамады, қойларға тамады, ол өз-өзіңе ашып отыр кішкене. Сөздеріңді қойып кішкене. Нормально ғой? Маған сен қуанышың артынан ертіп жүру керек негізі. Бар, өзің бар. Ертең мен баратын болсам Алматы қарағанда біздер Атырау облысы, Қызылқоға ауданы, Сағы селосынан тұратын кісілерімізді кім айтады ал? Любой адам айтады. Айта алмайды, сендер перегруппа өтірік етесің. Ернараға қалсашы? Осы қот киім бәрі деме. Жетекші емес пе? Мынау не керек, осы қопис қалсын. Не керек дейді, сен басында вайықтың, оқудың, музыканың бәрін осы ұтпай ма? Музыка дейтіндей бір тоғылып қопырап отырған музыка бар ма не? Басында ұнатады шында көңіл шырқауды деп шығасың да, соңында сәйгүлікті қосады, болды 2 музыка ғой.
сол жерде Алматыда сол жерде любой адамға любой иіс-алаңға айтсаң қосып береді сол музыканы. Кімге жалынып жүресің, братан, жүре берсін. Барсын. Короче, бүйтеміз. Жеребе тастаймыз. Жеребе тастағанда, шпишкінің шиін суырамыз. Кім қысқа шиді суырады, сол пішеннің орнына малбаға қалады. Давай. Я, достар, бүгін Сағыз құрамасының тағдыры шешілмек. Бүгін кешке барлығыңыз менімен болыңыздар, достар. Я. Ана, шырақ жақтырып, бір атаның басына апарып па, бір мал сойдырып, қан шығарып қарат жүре көреді бір ойымен. Жабырат сол жақта ұялып беру керек, жатсы сол жақта. Түнеп па. Қойды сойды, не қадасың? Қой жүре берсін онда. Не қатты күшенесің кәдімгідей? Еще бізбен күліп отқаншы, қосылып. Сен айтып отық қой. Білем. Короче, в общем, қазір міне 4 шпишка шығарам мына ішінен. 4 шиін. Мына шидің біреуін сындырам қазір. Кім сынғанды алады, сол пішеннің орнына қалады. Давай. Не жүре жүрсің, брат? Кальян бірден шегіп жүрсің бе? Күндей ғой. Мен басып суырайын да. Сен басып суыр. Жақын арада мына Сағыздың өзінің сериалы шықты. Көрдіңіз бе оны? Иә, бір шет жағасын көріп қалдым, сосын алдын ала осы бір қысқа үзінділерін көрдім. Толық көре қойған жоқпын, бірақ жобасын түсіндім, иә. Қалай жалпы сізге? Енді жалпы бұл жігіттер енді өсті, Алматыға барды, Астанаға барды, түрлі жерде барды, басқа жақта да түсірсе де болар еді. Бұлардың бұл жерде ең бір құптарлығы Сағызды түсіріп жатқандар. Не болса да ол жақсы болсын, оған әрине мен де тұрып сын айта аламын. Бірақ мәселе ода емес, мәселе осы ауылды көрсету. Кезінде 90 жылдары Наурыз тобы бүкіл Қазақстанға Сағыздың атын шығарды, содан кейін ұшып қалды, білесіздер. Қазір енді осы балдар шығып жатыр. Дегенмен бұлардың патриоттық, мысалы әркім патриот болу үшін әркім өз ауылының патриоты болу керек. Мен осы тұрғыдан қолдаймын. Әрине ол жерде енді өздерінің деңгейі бар, өздерінің жаңағы жастық жалындары бар, өздерінің тақырыптары бар дегендей себебімен енді орта болғаннан кейін маған ұнамауы мүмкін кейбір нәрселер. Көп қарасам, ол жерден көп кінә тағуы мүмкін, бірақ дегенмен келіп жатыр, ауылдың шынайы реалистік жанрда түсіріп жатыр. Не бар, сол бар, не жоқ, сол жоқ деген сияқты ғой енді. Көрсін, білсін. Енді балаларға айтатын ақыл кеңесіз осы Сағыз құрама КВН құрама командасына. Бір-екі тілегіңіз. Енді біраз осы бір деңгейге жетті, енді осы деңгейде тұрып қалмау керек. Бір біздердің осы әзіл қалжың КВН арқылы көтерілген жігіттердің көбінің осы жасы 35-ке 40-қа келсе де сол мектеп балдарынан қалжыңның деңгейінде қалып қоятын бір аурулары бар. Өсу керек. Мен осы чемпион болған кезде сол эфир шығатын күні мен Инстаграмда Ернар Сакуппен интервью алдым. Интервью тікелей эфирге шығып, жарнамалайын сол эфирдің алдында жарты сағат бұрын футболдағы сияқты. Сол әдемі болды, бірақ Инстаграмда қаншама оқырмандар көп, бір дұрыс сұрақ қоятын адам жоқ ішінде. Қарап отырсаңыз, енді ол Ернардың жасы дейтін біразға келді ғой. Енді ол өсу керек, басқа мысалы Фейсбукқа шығу керек па, әлде аудиторияны тәрбиелеу керек па? Бізде аудиторияны тәрбиелемейді, аудиторияның деңгейіне ойнайды. Асабаларда, шоу-бизнестерде бұрын салсерлер халықты тәрбиелейтін еді. Солар не айтады деп халық күтіп отыратын еді. Мә деп таңғалып отыратын еді. Сондай кішкене бір моральдық тұрғыдан ба кішкене өсу керек та. Оған да енді біздің қоғамның бәрінің көрінісі солай болғаннан кейін бе жастарды да кінәлауға болмайды. Жастардың үлгі алатын алдында ағалары болмай тұр ғой мысалы. Жастар сол қоғамның жемісі. Сондықтан осылай болып тұр. Бірақ енді соны мен өзім де айтып жүремін ылғи да. Ернарға сол деңгейінде айттым, мынау болмайды деп. Мысалы дейді, мен қалжыңдап айтамын осы КВНщиктерге. Сендер Инстаграмдағы достарыңды көрсетіңдер, мен сендер кім екендеріңді айтамын деймін. Бәрі күледі. Қарап отырсаңыз енді кеше мысалы Жақанмен шауып келіп 5-6 оқитын балдар топырлап фотоға түседі. Енді Жақанмен топырлап фотоға түскен балдардан не болашақ, не үміт күтуге болады. Жақанның көмер санайтын адамдарды мысалы деймін да. Ал мен Жақанды жақсы білемін, оның қандай жігіттігін, қандай оның барлық деңгейін. Сондықтан
ол өйтіп қалып қоюға болмайды жаһан сияқты. Ол өсу керек, өздерің елге келу керек, үлкендермен сөйлесу керек, басқа мәселелерге қарай көтерілу керек. Оқу керек дейсіз ғой. Оқу керек, білім керек, енді ұлттық тәрбие керек. Көп нәрсе айта берсе көп мәселе. Әйтпесе біздер 50-ге келгенше жүреді өйсіп жігіттер. Бұл қарасаң ұяласың. Бірден кейін. Рахмет ағасы. Тыңда, жүріп атқан әнді тыңда, қызыққа толы біздің әлем, сағыздық атмосфера мұнда. Тыңда, жүріп атқан